Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода осындай әдемі құрақтың тігілу жолын көрсетемін. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгінгі құраққа екі түсті лента және де осындай квадрат маталарымыз керек болады. Ең алдымен біз қойып аламыз тігілу жолын көру үшін. Және де маталардың түгіне қараймыз міндетті түрде, өздеріңіз білесіздер, түгі төменге қарап жатып тұруы керек. Міне, біз құрағымызға дайындап алу үшін осылай қойып аламыз. Бір шетінен алып тігіп отырамыз. Ең алдымен ақ лентадан бастаймын. Аққа бірінші қызыл лента қойып тігемін. Мына ақ матамыздың түгіне қараймыз. Түгі төменге қарап жатып тұр. Енді соны былай бұрамыз. Сосын қызыл лентамызды оң бетін беттестіре қойып отырып тігеміз. Енді ашамыз. Ашып, сосын мына лентаны тағы да жалғастырып тігеміз. Міне, осындай болып шықты. Енді екінші қатарды ақ лентамен тігеміз. Міне, біздің құрақ осындай болып шықты. Енді қызыл квадратымызды тігеміз, ол үшін қызылға ақты тігеміз. Енді екінші қатарды қызыл лентамен тігеміз. Өте оңай құрақтардың бірі. Ортасындағы квадратымыз қызыл, сосын ақ, қызыл, солай тіге береміз. Міне, бізде екінші құрағымызда дайын болды. Қалған екі квадратты да дәл осылай тігіп шығамыз.
Біздің құрағымыздың 4 бөлігі дайын. Енді осы бөліктеріні бір-біріне құрастырамыз. Мына жерінен тігеміз. Құрағымыз да дайын болды. Енді үтіктеп аламыз. Құрақты үтіктеп алдық. Міне осындай болып шықты. Тігіп көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.